Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазылы. Бүгін мен осы видеороликта сіздерменен бауыр ауырған кезде адам біріншіден терлейтін болады, және де үстілеріне жара шығып бастайды. Көбінесе шынтақтарға, қолға, немесе аяқтая, тізелерге жаралар шығатын болады. Бұны 90% адам білмейді. Не үшін пайда болып жатқан? Негізінде бұл бауырдың сигналдары деп есептеледі. Мен бүгінгі осы видеороликта сіздерге бауыр ауруларының симптомдарын айтатын боламын. Егер бойыңыздан осы симптомдар болатын болса, демек бауырыңызды тексеру керек, және ағза сізге сигнал беріп жатыр деген сөзді береді. Жалпы мен бұл видеода ерекшелігі басқа видеоларын қарағанда, мен бұл видеолар сіздерге өзім пациенттерімнің оқиғасын және узиларын көрсететін боламын. Сол арқылы мен түсіндіретін боламын жалпы. Өте қызықты видео болады. Соңына дейін қараңыз, каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, ал мен бастаймын. Ең біріншісі, ол бәріміз білеміз, бауыр не үшін ауырады. Мынау бізде көріп тұрғандарыңызда, міне бауырымыз осындай көрініске ие, бұның астында өт қалтасы және ар жағында ұйқы безі орналасқан. Бізде ең біріншісі, бауыр ауырған кезде мен 3 симптомды байқадым. Осы 3 симптом адамдарда пайда болады екен. Өзім тұжырым бойынша, бауыр ауырып келетін адамдардың көбісінде ол біріншісі қолға немесе аяққа жара шығуы. Мынандай шынтақтарға жаралар шығады, қолдарына экзема, псориаз секілді. Көп адамдардан сұраймын, айтады, мен үстім қышиды, аяқтарымда жара бар, қолдарымда жара бар деп экземаларын көрсетіп жатады. Бұл демек бауырмен проблема бар деген сөзді береді. Өйткені бауырымыз бізде гормондармен жұмыс істейтін орган болып табылады. Тек қана гормондар ғана емес, көптеген жұмыстар атқарады. Ферментативті және гормональды. Осы обмендік процестер бұзылу нәтижесінде токсиндар бауыр шығаруға былайтқан кезде күші жетпейді. Сол себепті осындай симптом көрсетеді. Теріге шығады токсин. Шығарылмаған негізінде бауыр фильтровать етіп болғаннан кейін заттың барлығын біздің қалымызбенен мочамызға жібереді. Ал фильтровать ете алмаған заттың барлығы қанға кетеді. Қанға кеткеннен кейін осылай кожаға, қолдарға, аяқтарымызға кетеді осы шаралардың бар. Ол біріншісі. Екіншісі, ол қарынға май жиналуымен терлеу пайда болады адамдарда. Маған келіп жатқан приемдағы адамдардың барлығында лишний вес, барлығында эмоциясына сай өмір сүрмейді. Мысалға, бойлары 160 болатын болса, 80 килограмм, 75, 90 килограммға дейін адамдар сондай. И олар айтады, мен қайта-қайта терлей берем, тершемін, ұйықтасам да терлеймін, жүрсем де ентігем, терлеймін деп. Не үшін? Өйткені бауыр былайтқанда фильтрация секілді жұмыс істейді. Фильтрация дегеніміз тазартып отырады ағзаны. Сол секілді бауырдан да бүйректен де су өтеді. Қаншама су өтеді. Соның бәрін фильтрдан өткізген кезде артық сұйықтықты алып қаламағаннан кейін органдарға жібереді. Сол себепті адам байқын кезде ісінеді. И май басып бастайды, түсінесіз ба? Қарындарына май жиналады. Содан кейін маған келетін адамдардың узиларын көріп тұрғандарыңызда осындай көрініске ие, бәрінде жировой гепатоз, застой желчи, хронические воспаления и перегиб желчного пузыря деп келіп жатады. Бұл адамның барлығында демек бауырларымен проблема бар деген сөз. Бауырның басты проблемасы, бауыр ауруының басты проблемасы ол мына 3 сатта. Осы 3 сатты істейтін болсаңыз, демек сіздің бауырыңыз ауырады деген сөз. Біріншісі, ол тамақты көп жеу. Негізінде адам баласына осындай жұдырғы секілді кішкене ғана тамақ, өз асқазанымыз осындай кішкентай ғана болады. Соншалықты ғана тамақ жетеді. Күнде 2 мезгіл тамақтың өзі өте нормаль адам баласында. Переедать дейді ғой, переедать етпеулеріңіз керек еш уақытта. Содан кейін екінші жағдай, ол суды аз ішеді адамдар. Не үшін? Өттерінде тас пайда болады. Өйткені өттің өзі 80%, 70-80% судан тұрады, түсінесіз ба? Су аз ішкен сайын өтіңіз дұрыс жұмыс жасамайды. Су көп ішкен сайын өтіңіз сұйық болады. Және де бауырыңыз тазалануға көмектеседі. Таза судың өзі. Біз қазір ішіп жатқан
крандағы суларымыз өзі таза емес, түсінесіз ба? Сол себепті екіншісі ол таза су ішу керек және көп су ішу керекпіз. Үшінші мәселе ол бізде табиғи тағамдар жеу керекпіз. Табиғи, мынау свежий дейді ғой, көкөністер, овощтар деген сияқты. Сосын көп жеген сайын біздің бауырымыз сізге рахмет айтады. Сіздер үшін мен өте қызықты видео дайындап қойдым. Толығырақ мына бауыр туралы қалай анықтауға болады, соны төбеде ссылкаға басып өтіп көрсеңіздер болады. Егер де сіздерде бауырларыңыздың проблема болатын болса, өт жолдарымен ұйқы бездеріңізбен маған консультацияға жазсаңыз болады. Бұл номерға консультация ақылы түрде алғым келеді деп жазатын болсаңыз, мен сізге инструкция беретін боламын. Егер де сізге осы видео ұнаған болса, каналға лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сіздер болған мен дәрігер Бағзат Сейітқазыұлы. Сау болыңыз.